Сүйікті аяқ киіміңізден жағымсыз иіс шығып, көпшілік орындарда ыңғайсыз жағдайға қалдыра ма? Одан арылудың жолын іздеп жүрсеңіз, сұрағаныңыз дәл алдыңыздан шықты дей беріңіз. Негізі аяқтағы иіс түрлі жолдардан пайда болады. Сапасыз аяқ киімге тап болсаңыз, иіс шығатын болады. Кей адамдардың ішкі ағзасында түрлі өзгерістер салдарынан да иістен арылуға қиын түседі. Ол үшін арнайы дәрігерлердің тексерілуінен өтіп, емдік шаралармен алдын алған дұрыс. Жасы келіп, қартая бастаған адамдардың денесінен арнайы токсиндердің бөлінуінің нәтижесі де иіс шығуға алып келеді. Тек аяқтан ғана емес, бүкіл дене терісінен шығатын жағымсыз иістен арылу қиын емес. Жиі салқын сумен жуып, шайып тұру ғана. Ұзақ уақыт жуынбай, тазалық сақтамаса, дене мен киімдерге иіс біржолата сіңіп қалуы мүмкін. Тағы да бір дерек аяқ иісінің жұқпалы болып келуі. Аяқ киіміңізді немесе шұлығыңызды өзгемен ауыстырып кисеңіз, оның иісі сізге жұғады. Сондықтан да абай болуды ескертеді мамандар. Бәрін айтта бірін айт. Иіс қалай пайда болса да болар іс болды. Бояуы сіңді, тек одан арылудың жолы қажет. Арақ пен спирт. Аяқ киіміңіздің ішін кәдімгі арақпен сүртіп шығыңыз, немесе оның орнына нашатыр спиртін пайдалансаңыз болады. Мақтаны араққа немесе нашатыр спиртіне малып алып, аяқ киімінің ішкі бөлігін толық қамтып ылғалдандырып шығасыз. Бірден кимей, оны кепкенін күтіңіз. Тұзды судың немесе ас соданың суына аяқ киіміңізді 2 күн бойы ұстау. Бұл әдіс қиындау болып көрінгенімен ең пайдалысы. Кез келген аяқ киіміңізді дәл осы әдіс бойынша буға қойсаңыз, ішіндегі вирустар мен бактерияларды толықтай жояды. Белсендірілген көмір. Иісті жоюға арналған тағы да бір таңқалдырарлық әдістің бірі тұз ұнтағы мен белсендірілген көмір ұнтағы. Мақтадан жасалған ауа өткізгіш шұлықтың ішіне тұзды майда ұнтағы мен белсендірілген көмір ұнтағын араластырып, аяқ киіміңіздің ішіне 2 күн түнге қалдырасыз. Сірке суы. Аяқ иісінен арылуға сірке суының да көмегі бар. Суға араластырылған сірке суымен аяқ киіміңіздің іші мен сыртын толық сүртіп шығыңыз. Бұл әдісті жиі жасап тұру қажет. Мысалы, аяқ киімді 2 рет кисеңіз, ортада 1 рет сүртіп тұрыңыз. Хош иісті эфир майы. Біз ұсынар соңғы әдіс хош иісті эфир майы. Иісті ұзақ уақытқа шығармай тұратын кеңесті де жиі жасап тұрыңыз. Кез келген жұмсақ мата немесе мақтаға хош иісі бар майдың 1 немесе 2 тамшысын тамызып, 1 күн тұрғызсаңыз, бірнеше күн иіс сақталып тұрады. Жылдың қай мезгілі болмасын, аяқтағы иістің болары дауыссыз, әсіресе ер адамдарда. Қандай да бір киім кисеңіз де таза ауаға желдетіп тұруды ұмытпаңыз. Достар, видеом пайдалы болды деген үміттемін. Арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау, саламат болыңыздар.